Құрметті достар, қазір ғана көрдіңдер ғой мен не істегенде. Біріншісіне қарсыластың боковой соққысына қолмен ұстап қорғандым. Екіншісінде артқа қарай аяғымды артқа тартып қорғану тәсілін жасадым. Аяқ тартып. Енді бұны мен әшін көрсеткен жоқпын. Енді мен осыны қорғанған екі тәсілді біреуінде ұстадым, қорғану, екіншісінде аяғымды тарттым. Енді осыған соққылар қосамын. Бізде боксшылардың көбісі орында тұрып қалады. Боксты жаңадан бастап келетқан, болмаса бокстасып жүрген жігіттер бір орында тұрып қалады, осы соққыдан кейін. Болмаса бір-ақ соққымен жауап қайтарады. Бұл жерде соққы мықты болу үшін, және де әдемі көріну үшін 2 соққы, 3 соққы, 4 соққы жауап қайтарсаңыздар болады. Жақсылап қараймыз. Біріншісіне мінекей, қолмен тостым қорғануда. Осы сәтте мен қорғандым ғой, қолмен ұстадым. Дәл осы боковой соққымен только алдың қолмен қарсыласқа жауап қайтарсам болады мінекей. Міне. Оң қол астынан апперкот, сол қол бауырға. Мінекей. Енді екіншісі. Жаңа мен кеттім ғой екіншісіне қараңдар. Кеттім, міне. Екіншісіне енді оң қолды астынан көтерем. Артқа қарай шегіндім, жібердім, астынан алдыға қарай қарсыласқа оң қолмен кірем. Осы жетте алдың қол бауырға басқа кетеді. Кері қарай, көрдіңдер ме қараңдар? Қараңдар. Біз біріншісінде қолмен тосқан кезде, жігіттер қараңдар. Қолмен тостық. Қолмен тосқан кезде алдың қол боковой, яғни қарсыластың басына кетті. Екіншісі жақтың астына апперкот кетті. Үшіншісі бауырға кетті. Біз яғни үшінші соққыны бауырмен аяқтадық. Ал екінші қорғануды аяқ тартқан кезде тарттық, бұл жерде қарсыласқа апперкотпен кірдік. Екінші соққыны бауырға, көрдіңдер ме? Бағана біріншісінде біз бауырмен аяқтасақ, бұл жерде екіншісі бауырға болады да, аяқтау соққысы боковой, басқа. Көрдіңдер ме? Мінекей, таста. Осындай тамаша соққыларды үйренгілерің келсе, жалпы бокс қалай басталады, бокста қандай соққылар мықты, қалай жасалынады деген дүниелерді үйренгілерің келсе, Құдай қаласа авторлық методика Мұхит ағайдан шығады, бұйырса сатылымға шығады. Алыңдар, көріңдер, барлықтарына кеңес беремін. Әрдайым мықты болып жүріңдер, өз-өзіңізді қорғап, бокс тәсілін үйрене беріңдер.